Достар сәлем, Әмір мен Аяланы тамашалаңыздар. Қала көшесі жарық, шуақты, адамдар жүріп жатыр қуатты. Велосипедтер, самокаттар, көліктер, өз жолымен бәрі өсірлеуімен. Қарашы, қала қалай әдемі, жолдарда Аяла, абай бол. Велосипед жолағымен жүруге болмайды. Бізге арналған жол. Жаяу жүргіншілер жолы, қауіпсіздік ережесін сақтау өте маңызды. Көріп тұрсың ба, бұл жолақ тек велосипедші мен самокатшыларға арналған. Шағын дүкендер, саябақтар жайқалған, балалар күлкісі көктемдей толған. Трамвай сызып өтеді баяу, қаланың жүрегі соғып тұр анық. Қарашы, қала қандай әдемі, жолдарда өмір бәрі керемет. Әр қадамым, әр тынысым сергек, қала көшесінде мен еркінмін. Аспан көгілді, құстар ән салады, жел самалы шашты жай сипайды. Аяла қоқысты әрқашан қоқыс жәшігіне тастаған жөн. Қоқысты жерге тастауға болмайды. Ол қоршаған ортаға зиян және де коммуналдық қызметкерлердің алдында ұятты. Қарашы, қала қандай әдемі, жолдарда өмір бәрі. Достар сәлем, Әмір мен Аяланы тамашалаңыздар. Ананы қара Әмір, біреулер қоқысты тастап кетіпті. Бұл тәртіпсіздік. Яла жаман болған екен. Мен алып кетейін де, қоқыс тастайтын жерге тастайын. Бұл саябақта міндетті түрде болу керек. Өз жолымен бәрі өсірлеуімен. Қарашы, қала қалай әдемі, жолдарда өмір бәрі керемет. Әр қадамым, әр тынысым сергек, қала көшесінде мен еркінмін. Шағын дүкендер, саябақтар жайқалған, балалар күлкісі көктемдей толған. Трамвай сызып өтеді баяу, қаланың жүрегі соғып тұр анық. Балалар, кедергі жасағанымыз үшін кешірім сұраймыз. Туған күндерің құтты болсын. Бірақ мына әуе шарларын аспанға жібергендерін дұрыс емес. Бұл шарлар ұшып барып құстардың ұясына құлайды, немесе суға түседі. Айтада берсен зияны көп. Сондықтан жай ғана жарып тастаңдар осы жерде. Сосын қоқыс жәшігіне тастаңдар. Достар сәлем, Әмір мен Аяланы тамашалаңыздар. Жасыл жанса жол ашық, бағдаршамда жоқ қателік. Балалар өтеді қуанышпен, күлімдеп күннен астында. Аралар біздің досымыз, ұмытпа олар ғажап күшіміз. Табиғатқа пайдасы зор, арасыз гүлдерде жоқ болар. Гүлдер билеп жолменен, аралар ұшып мәңгі сән. Оларсыз бізде болмас бал, табиғатқа сый олардан. Балақайлар, бұл жай ғана ара. Одан қорқудың қажеті жоқ. Аралардың қызметі табиғатқа өте маңызды. Тіптен араларсыз біздің фаунамыз зардап шегеді,
десек артық айтпаймын. Сондықтан ақырын қуып жіберу керек. Қорықпаңдар, мен бармын. Күлімдеп күннің астында аралар біздің досымыз. Ұмытпа, олар ғажап күшіміз. Табиғатқа пайдасы зор. Арасыз гүлдерде жоқ болар. Достар сәлем, Әмір мен Аяланы тамашалаңыздар. Сәлеметсіз бе апай, бізге 2 балмұздақ бересіз ба, өзіңіз бүгін шаршаңқы сияқтысыз. Денсаулығыңыз жақсы ма? Ой, бұның бәрі балаларымның қамы үшін. Жасалынып жатқан дүние. Әйтпесе баяғыда Индияда хатуба деп шайқап жүрмеймін ба? Бағадар шамның тілі бізге сөйлейді. Тәртіппен жүруді үйретеді. Аралар біздің досымыз. Қанаттары табиғаттың ғажабы. Әмір, қарашы, анау аға, тик-токтағы биші аға емес па? Үнді әуеніне жақсы білейтін. Иә, Аяла, дәл өзі, жүр, амандасайық, тамашалайық. एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए हम तुम एक कमरे में